Маңғыстау облысында қызылша жұқтырғандар ауруханаға сыймай жатыр. Өңірде жұқпалы дертпен ауырғандар саны 1000-нан асып кеткен. Оның 90-ға жуығы сәбилер. Науқастардың көптігінен облыстық көпбейінді балалар ауруханасының дәлізіне дейін кереуеттер қойылыпты. Коридорда не деп, диванда манизат, кроватьта отырып тамақты жей береміз, себебі кухня жоқ. Бүгінгі түнді коридорда 8 ана болып жатты. Коридор салқын болды. Ингаляторды өзіміз үйден алып келдік, жетіспейтін болды. Балдарымызды күрткімен ұйықтаттық, уайыммен ұйықтадық. 2 палата босап, содан палаталарға бізді ауыстырды. Ашынған ата-аналар ауруханада дәрігерлердің де жетіспей жатқанын айтады. Тіпті кейбірі сәбиін құшағын алып дәлізде түнепті. Науқастардың көбі қызылша, бронхиолит және пневмониямен түскен. Ал аурухана басшылығы жұқпалы аурулардың күрт көбеюіне байланысты инфекциялық бөлімшедегі төсек санын 60-тан 80-ге дейін көбейттік деп отыр. Бірақ түнгі мезгілде қызылшамен ауырғандардың көп келуіне байланысты бәріне орын жетпеген. Сондықтан өңірде эпидахуалдың өршуіне байланысты науқастарды қаланың басқа шетіндегі модульді стационарға көшіріп жатыр. 1 жасқа дейінгі балалардың өзі қазір осы жерде 39 бүгінгі күнге жатыр. Жалпы саны 1 жасқа жалпы саны жаңа айтып кеттік 91 бала жатыр деп. Яғни сондықтан қазіргі таңда біз модульдік жаңа стационарға осыны көшіру жұмыстарын жасап жатырмыз. Қазір С блокты дайындап жатырмыз. Қабылдау бөлімі С блок арқылы өтеді және жанындағы блоктарда толығымен емдеуге қарсы палаталар дайындалып сол жерде емделетін болады.